Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге мына жазғы демалысты тиімді мақсатта ұйымдастыру үшін алдағы олимпиадаға дайындық бастаймыз. Бұл 6 сыныптар үшін мына алтын сақ олимпиадасына дайындық болу, немесе мына пәндік олимпиадаларда осыған ұқсас есептер келеді. Яғни мына есеп пәндік олимпиаданың республикалық кезеңдерінде келіп жүрген есептері. Енді осыны шығарып көрейік. Оны шығару үшін балалар біз не істейміз? Бірінші, есепті мәтінін жақсылап оқып аламыз. Бұл жерде былай дейді: қабырғасы 8 см болатын текшенің барлық жағы боялған. Оны қабырғалары 2 см болатын текшелерге кескенде бір жағы боялған неше текше шығады дейді. Яғни біз бұл есепті шығару үшін текшенің бір жағын ғана салып көрейік. Жалпы текше дегеніміз не, балалар? Бізде текше дегеніміз барлық қабырғалары бірдей квадратты айтады, яғни 6 жағы да бірдей квадраттардан құралған, яғни кубик дейміз ғой, сондайды айтамыз. Мысалы үшін мына текшенің бір жағын салайын. 8 см деп осылай өзі суреті берілген бұл есепте. Сонда былай 4 бөлікке бөлейік. Міне, мынау бізде текшелер, осы текшелердің барлық жағы боялған дейді. Оны қабырғалары 2 см болатын текшелерге кескенде бір жағы ғана боялған неше текше шығады дейді. Әрине бұл жерде бір жағы боялған текшелер, мына ортасында тұрған текшелер бар ғой, олар бір жағы ғана боялады. Мына 1, 2, 3, 4 текше бар екен. Яғни бұл текшенің 6 жағы бар дедік қой, мына асты, үсті, жаны, екі жаны, яғни екі қыры. Сонда біз мына бір жағын ғана алып қарастыратын болса, осы 4 деген санды нешеге көбейте салам, балалар? 6-ға көбейте салам, сонда 24. Жалпы 24 текше бар екен, яғни бір жағы ғана боялған бізде 24 текше болады екен. Бұл республикалық олимпиадада келген есебі. Енді келесі есепті өтеміз. Келесі екінші есепте бізде былай дейді: қорапта 10 ақ, 7 көк және 2 қызыл шарлар бар. Ішінде түстері бірдей 5 шар міндетті түрде табылу үшін қораптан қарамай кем дегенде неше шар алу керек? Егер бірінші есеп түсінікті болса, балалар, комментарийға плюс деп жазып отырамыз. Енді біз ең кеміндегі кем дегенде деп тұр, сонда біз 2 қызыл шардан бастаймыз. 2 қызыл шар алады оқушы, 2 қызыл шар алады қарамай. Одан кейін 4 көк шар алады. Бізде 5 шар міндетті түрде шығу керек қой. 4 көк шарды аламыз. Одан кейін 10 ақ шардың ішінен біз келеміз да неше ақ шар аламыз? 4 ақ шар аламыз, Сонда бәрін қосқан кезде мына жерде қанша шар болды? Жалпы 10 шар болып тұр. Дұрыс па? 10 шар болып тұр. Енді бір шар алған кезде ол міндетті түрде не болуы мүмкін? Бір шар алған кезде ақ болады, көк болады, басқа бізде варианттар жоқ қой. Сонда 10-ға 1-ді қосамыз, нәтижесінде 11 шығады екен. Яғни 11 рет алған кезде 5 шар міндетті түрде табылады екен, түстері бірдей. Өйткені бізде келесі алған кезде 2 қызыл шар алып қойдық, қызыл шар шықпайды. Мына жерде 4 ақ, 4 көктен алған кезде, енді тағы бір шар алған кезде ол көк шығады, немесе ақ шығады. Бұл жерде 11 рет алған кезде 5 шар міндетті түрде табылады. Мына екінші есеп түсінікті болса, комментарийға түсіндік деп жазамыз. Енді үшінші есеп, мына күрделілігі басымдау есеп. Бұл есепке байқаймын көп жерде 3 балға дейін беріледі. Яғни өз олимпиаданың ережесінде бар ғой, 1 балл беріледі, 2 балл, 3 балл деген сияқты. Ал дәл мына есепке бізде 3 балл беріледі. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Бұны шығару үшін мына өрнектің мағынасын түсінуіміз керек. Мына жерде 5-тің 1 көбейту 2-ге қатынасын біз былай алсақ болады. 5 азайтылған 2-ден 5 десек, ортақ бөлім берсек 2-ден болады. Мына ортақ бөлім берем. 10-нан 5-ті азайтсақ, сонда 2-ден 5. Қайта мұның өзі шығады екен. Енді мына жерді дәл сөйтіп алайықшы. Мынаны бүйтіп алайық. 2 көбейту 3. 5-тің 2 көбейту 3-ге қатынасын былай алсам болады. 5-тің 2-ге қатынасы азайтылған 5-тің 3-ге қатынасы. Не үшін екен десеңіздер, қараңыздар. Мысалы үшін, мына жерде 5-тің 2-ге қатынасын, 5-тің 3-ге қатынасын біз ортақ бөлімдер шығарып көрейік. Ортақ бөлім 6 болады, мынаған 2-ден, мынаған 3-ден, мынаған 2-ден береміз. Сонда 15, 15-тен 10-ды азайтса қанша болады? 5 болады. Сонда 6-дан 5 шығады. Мына 2 көбейту 3 деп бөлек тұрғанмен, бұл көбейткен кезде 6-ны береді балалар. Бізде, дұрыс па?
Енді біз осыны былай ашып аламыз, мына жерге тең қойып жаза берейін. 5 азайтылған, бірінші бөлшекті біз 5-тің 2-ге қатынасы қосылған 5-тің 2-ге қатынасы азайтылған 5-тің 3-ге қатынасы дейміз. Осылай ұзын қылып жазып аламыз. Кете береді жалғасы. Сол кезде 5-тің 24-ге қатынасы азайтылған 5-тің 25-ге қатынасы болып, ең соңғы өрнек осылай аяқталады екен. Енді байқасаңдар, мына минус пен плюс сандар не қылады? Өзара жойылып кетеді. Бірдей сандар, мысалы үшін минус 2 плюс 2 десек не қылады? Бұл жойылып кетеді, 0 болады. Сол сияқты мына 3-тен 5, мына 3-тен 5-тер қысқарады, мына былай қысқарады да. Сонда бізде нәтижесінде бастапқы тұрған 5 деген сан мен ең соңғы тұрған 25-тен 5 деген сан қалады екен. Енді мына жерде 25-тен 5 қысқарады да, мына 5-тен 1 болады. Енді ары қарап ортақ бөлімдер шығарайық. Сонда мына жерде 5-тен мынаған 1-ден берсек, 24 болады. Сонда аралас санға айналдырып қойсақ, 4,5-тен 4 болады. Мына осы есепке түсінгендеріміз комментарийға плюс деп жазып кетейік, түсінсек. Келесі 4-ші есепке өтеміз. Енді бұл да олимпиадалық есепке жатады, балалар. Бұл енді көбінесе оқушылар осы жерден қателесіп жатады, өйткені байқаймыз 120 санының натурал бөлгіштерінің санын тап десе, 120 ол қандай сандарға бөлінеді, соны есептеп жазып отырады. Мысалы 120 1-ге бөлінеді, 120 өз-өзіне бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді, 20-ға бөлінеді, 40-ға бөлінеді, 30-ға бөлінеді. Бұл кете береді осылай. Оны табу мүмкін, бірақ көп жағдайда оқушылар қате табады да санын. Кейбір бөлгіштерін тастап кетуі мүмкін. Енді мен осы жерде сіздерге бір лайфхакты көрсеткім келеді. Бұл бізде 5-ші сыныпта өткен жай көбейткіштерге жүктеу арқылы табуға болады. Мысалы 120 деген санды мен жіктеймін. Жай көбейткіштерге жүктеу деген сөз мына жұпсан болса 2-ден бастаймыз, өйткені ең кіші жай сан бізде 2 ғой. 120-ны 2-ге бөлсек 60, 60-ды 2-ге бөлем 30, 30-ды 2-ге бөлем 15, 15-ді 3-ге бөлем 5, 5-ті 5-ге бөлем 1. Сонда 120 деген санды біз қандай жай көбейткіштерге жүктеген кезде мына 2-ден 3-е бар, яғни 2-ның 3 дәрежесі, көбейту 3-тен 1-еу бар бізде, 5-тен 1-еу бар, Сонда дәреже түрінде жазған кезде 120 деген осы сандардың көбейтіндісін береді екен. Енді осылай жазып қояйық. Енді ары қарай біз не істейміз? Міне осы жерде біз бір амал ойлап табамыз. Яғни бұл дәлелденген нәрсе, бізге дәлелдеп беріп дайындап кеткен. Тек соны біз пайдалана білсек болды да, балалар. Мына жерде дәреже көрсеткіштерін көріп тұрсыздар ма? 2-ның 3 дәрежесі дейді. Осы дәрежелерді біз былай дөңгелектеп қойыңыздар. Мына 3 дәрежеге артықша 1 қосасыздар. Мына астына 4 болады. Мына 1 дәрежеге артықша 1-ді қоссаңыз 2 болады. Мынаған артықша 1-ді қоссаңыз 2 болады. Енді араларына көбейту қоямыз. Көбейтейікші, қанша болады? 4-ге 2-ні көбейтсек 8, 8-ге 2-ні көбейтсек 16. Сонда жауабы бізде 120 деген санның 16 несі бар екен? Бөлгіштері бар екен. Яғни натурал бөлгіштер. Натурал бөлгіштер дегеніміз санауда қолданатын сандар, түрі бар санмен шатаспаймыз, балалар. Яғни бұл бізде 4-ші есеп болатын. Енді қазір 10 минут уақыт берілді мына жерде менде видео түсіруге. Одан артық болмайды. Енді соңғы бір есепті түсіндіріп жіберейін. Ары қарап жалғасын тағы салатын боламын. Әрине сіздерде қолдау болса, осы жазғы уақытта осындай олимпиадалық тапсырмалардың арасында талдап тұрамын. Біраз болды бізде сабақ талдамағалы. Оқушылар күткен болса, осы жерге комментарийға жазыңыздаршы. Қуанып қалайын. Жақсы сөз жанға дауа дейді, жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой, балалар, Жақсы комментарийлар болса жазыңыздар. Біз біраз болды эфирге шықпай қойдық, есеп талдап, енді жазғы уақытта жазғы демалыстарыңызды тиімді өткізсеңіздер болады, есеп шығарып. Бұл енді бізде олимпиадалық есептер. Әрине бұл есептер шығару жолы сәл күрделі болғанмен, түсінсеңіздер, алдағы уақытта осыған ұқсас есептер алдарыңыздан шықса шығара бересіздер деген ойдамын. Енді мына 5-ші есепке қарайықшы. Жазуында 1 рет болсын 3 цифры кездесетін неше 4 таңбалы сан бар дейді. Яғни сіз оны былай ойлайсыздар. 4 таңбалы сан бізде, мысалы, ең кіші 4 таңбалы сан 1000 ғой, Бұл жерде 3 кездеспейді. Одан кейін 1002, 1003, кемінде 1 рет болсын дейді. Яғни 1 рет болсын 3 кездесу керек. Ол 2 рет кездессе де жақсы деген сөз. 1003-те міне кездесті. Бір сан бар екен, қас тапқанымыз. Бұлай жалғасып кете береді. Біз оны олай отырмай-ақ, бұлай бір амалмен шығарсақ болады. Яғни 4 таңбалы сан десе, ол 1000-нан басталады да немен аяқталады? 9999-бен. Яғни осы аралықта бізде қанша 4 таңбалы сан бар? 9000 сан бар. Дұрыс па?
Бізде 4 таңба алсаң 9